Қайырлы күн, достар. Біз бүгін ПП мороженое жасаймыз. ПП мороженое ол пайдалы мороженое балаларға және қыста жасап берсеңіздер болады. Ал құрамын айтайын. Құрамына сүт, киви және морозилкадағы қатырылған банан. Алдын ала өстіп қатырып аламыз. Кейін шамалы қабығын ашып, осылай салатын боламыз. Міне осылай саламыз. Екіншісінде де дәл сондай. Одан кейін кивиді қабығын ашып, оны да бөліп салатын боламыз. Дүкендегі неше түрлі мороженое, балмұздақтар, олар ашыған сүттен немесе неше түрлі қоспалардан жасалынады. Сондықтан ол ағзаға өте зиян. Сондықтан өзіміз үйде пайдалы мороженое өз көзімізбен жасаған дұрыс. Мінекей сүт. Енді бұларды блендерлеп аламыз. Мінекей біздің қоймалжың сұйықтығымыз дайын. Осындай болады. Енді өз еркіңіз неше түрлі дәмдер, құрма қоссаңыздар болады. Мен дәл осындай майдалап, жаңғақты қосатын боламын. Осылай майдалап аламыз пышақпен. Егерде құрмадан жасайтын болсаңыздар, құрманы да майдалап алып, қосып, немесе алдын ала салып, блендерлеп, езіп басаңыздар да дәмі ерекше болып шығады. Өзім жасап көргенмін талай рет. Мен үйде осындай мороженое жасағанда өте қатты жақсы көремін. Балаларым да қатты жақсы көреді. Мінекей біз дәл осындай құрма қоссаңыздар да болады. Осыларды ішіндегі дәнін алып, осыны тағы да блендерден өткізсек, дәмі ерекше болады. Осылай. Немесе шоколадный мороженое жақсы көрсеңіздер, кәдімгі табиғи шоколад қосып, шоколадный мороженое жасасаңыздар болады. Енді мен осы 4-5 жетеді. Қайтадан блендерлеп, морозилкаға салатын боламын. Мінекей мороженемізді осылай морозилкаға салуға дайындап жатырмыз. Ой. Мінекей, дәл осындай болды. Енді бұны морозилкаға саламыз. Бір 4-5 сағаттан кейін қайтадан алып жей берсек болады.